алған ас емес. Еркекті абыройын түсіретін екі нәрсе қазір. Мен жалпы халықты айтып жатырмын мен. Біріншісі ойнас, екіншісі арақ. Осы екі жау еркектің абыройын аяқ қылады. Ойнас құрды ма, некесіз болғаннан кейін айыпты болады. Арақ ішті ма, қанша көргенбіз ағаларымызды түрсейін жалау қылып алып жүгіріп жүрген, мамасы қалай туылғанда солай жүгіріп жүрген. Соларда абырой қалмады қазір. Балаға абырой жоқ, қатынға абырой жоқ. Үйіне барсаңыз, той жиынның ағайын туыстың спискісін әйелі жасайды. Ағайын жаңағыдегі тойдың не алатын, не қоятын затты әйел жасайды. Базарды қайтадан әйел базарлайды. Тіпті тойдың иесі сөз сөйлесін десе, микрофонды қатыны ұстайды бірінші орында.